Нұр Отан партиясы Семей қалалық филиалында облыстық және қалалық мәслихаттардағы фракция өкілдері журналистермен кездесті. Басқосуда сайлау нәтижелері мен болашақтағы жоспарлар туралы айтылды. Нұр Отан партиясы Семей қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Азат Сарпеков сайлау қорытындыларымен бөлісті. Оның айтуынша партия атынан облыстық мәслихатқа сайлауға түскен 11 кандидаттың 6-ы депутат атанған. Ал қалалық мәслихатқа ұсынылған 37-нің 20-сының бағы жанған. Яғни 24 депутаттың 20-сы нұр отандықтар. Алайда алдағы уақытта депутаттар белсенділік танытпаса, резервтегі 17 кандидаттың халық қалаулысы атануға мүмкіндіктері бар. Олар қазіргі таңда өз жұмыстарын тоқтатпайды. Бұл кісілер партиямен бірге ары қарай өзінің жұмысын жасай береді. Егер алдағы жағдайда кейбір қазіргі таңда 20 санатқа өткен депутаттар мен өтіп алдым деп өзінің жұмысын дұрыс жасамай, немесе халық наразылығына иеленіп жатқан жағдай болатын болса, бұл бюроның шешуімен әлдеқайда ауысуы мүмкін. Бұл кісілердің орнына артында тосып тұрған жаңағы 17 резервтегі азаматтар орын басуға толық мүмкіншілігі бар. Атап өтерлігі, жаңа құрамдағы депутаттардың барлығы қалалықтар. Семейге қарасты 12 ауылдық округ бар. Бұл ретте ауылдың мәселесін кім көтереді деген сауал қойдық. Ауылдың мәселелерін депутаттардың бәрі шешіп отырады. Бізде мысалы қалай енді ауылдан келіп осындай бұйымтаймен шығып отырса мәслихатқа өтініш жазып, бізде мысалы мәдени үй жаман ремонт жасалған жоқ, кітапхана жұмыс істемейді. Тағы да осындай мәселелер, олар мәдени мәселелерін комиссия шешеді. Оларға біз оны береміз, олар өздері барып ана жаққа бәрін тексереді, қарайды, халықпен кездеседі, басшылармен кездеседі, жұмыстарын бәрін тексереді, дұрыс па жоқ па. Сонан кейін олар шешім шығарып, сессияға шығарады. Билік партиясынан сайланған депутаттардың алдында тұрған басты міндет қоғамдық көлік, жылу, тұрғын үй құрылысының сапасы, экология мәселелерінің шешілуіне атсалысу. Кездесуде айтылғандай, партия атынан сайланған депутаттар сайлауалды бағдарламаларында көрсеткен қаланың алдағы 5 жылға арналған жоспарының жүзеге асырылуын қадағалайтын болады. Рыскүл Мадвасова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.